Сәлем қыздар, дәл осындай қарайған банандар болса тастауға асықпаңыз, бұлардан мороженое жасасақ болады. Банандарымызды кесіп тазалап, осылай ыдысқа салып, морозильникке салып, қатырып алатын боламыз. 3-4 сағат тұрған бананымызды блендерге салып, езіп алатын боламыз. Ерекше дәм беру үшін какао қостым, сіздер кез келген жеміс-жидекті қоссаңыздар болады. Осылай крышкасын жауып, измельчительмен езіп алатын боламыз. Дәмі өте керемет болып шығады. Өздеріңіз көріп тұрғандай, консистенциясы дәл мороженедікіндей болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Балаларыңызға, отбасыларыңызға ұнайтынына сенімдімін. Мороженеді кез келген ыдысқа салып жей берсеңіздер болады. Немесе осындай кондитерский мешокқа басына кез келген насадканы кигізіп, мороженемізді салып, балаларыңызға ұсынсаңыздар болады. Келесі мороженемізді жасаймыз. Мен бұл жерде смородинаның вареньясын қостым, қыздар. Түсі өте әдемі болды. Енді жаңағы насадкамызбен осылай мороженедің вафлина құйып шығатын боламыз. Мен бұны мороженое сататын жерден 50 теңгеге сатып алдым, қыздар. Осылай балаларыңызға ұсынсаңыздар, балаларыңызға ұнайтынына сөзсіз. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Какао қосылған банановый мороженеміздің дәмі өте ерекше, түсі керемет болып шығады. Ал енді смородина қосылған мороженемізді құяр. Бұл мороженеміздің түсі өте керемет, дәмі ерекше болады. Осы мороженое жасауға кеңес беремін. Балаларыңызға ұнайтынына сөзсіз. Назарларыңызға көп рахмет. Сіздермен болған Мөлдір ас болсын.